Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы адамның табиғатқа бейімделуі. Бүгінгі сабақтың мақсаты иллюстрацияны қолдау, мәтіннің түрін анықтау, мәтінге жоспар құру. Ал балалар, адамға өмір сүру үшін не керек? Жарайсыңдар балалар, адамға киім-кешек, тамақ, жылу, баспана керек екен, иә? Баспана адам баласы мейлі күн ыстық елдерді, поляр шеңберін, теңіз жағасын немесе биік тауды мекендесін. Оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен жел өтінен бой тасалау үшін баспана қажет. Сол себепті адамдар әрдайым қолда бар нәрседен үй тұрғызып, табиғат ерекшелігіне қарай бейімделіп отырады. Ал балалар, киіз үй өзіміздің қазақтың үйі болған, иә? Киіз үй мал баққан көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Джонка халқы өте көп құрылыс салу үшін ұлтарақта жер жетіспейтін оңтүстік шығыс Азияда адамда джонка деп аталатын қайықта да тұра береді. Бүкіл отбасы сонда тіршілік етеді. Тіпті шалғай теңізге балық аулауға да үй іші бала шағасымен түгел барады. Баспана тақырыбына байланысты тапсырма орындаймыз. Ал балалар, адамдарға баспана не үшін қажет? Таза ауада дем алу үшін, табиғи құбылыстардан бой тасалау үшін, жануарлардан қорғану үшін. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал балалар, қиыр солтүстікте кімдер мекендейді? Ағаюлар, эскимостар, морждар. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, сәйкестендіреміз, иә? Үшінші тапсырмаға қараймыз. Бамбук, джонка, вигвам. Вигвам, джонка, бамбук. Осы тапсырманы сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, төртінші тапсырмаға қараймыз, иә? Киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі не деп аталады? Кереге, шаңырақ, уық. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал балалар, баспана мәтіні бойынша жоспар құрамыз. Осы жоспар бойынша мәтін мазмұнын мазмұндауға дайындаламыз. Ал балалар, бүгінгі сабақта шығарма желісі бойынша иллюстрацияны қолдана алдың. Шығарма мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің. Мәтіннің түрін анықтай алдың. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрдың. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.